Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Disney 21 ғасырға балалардың балалық шағын жаулаған мультфильм, анимация, кино, музыка, қысқасын айтқанда еңбектеген баладан еңкейген шалға дейінгілерді көгілдір экранға телміртететіннің бәрін жасайтын компания. Жасымызда кәрімізде Disney туындыларын сүйсіне тамашалаймыз. Өйткені өте сапалы анимация, әсерге толы музыка, қызыққа толы шытырман оқиға. Бұның бәрі Disney туындыларында бар. Және де ерекше айта кететін нәрсе ол Disney ханшайымдары. Әрбіреуінің стилі, оқиғасы, махаббат дастаны бәрін білеміз. Бірақ мен сізге біртүрлі бір нәрсені айтайын. Біз білетін Disney ханшайымдарының оқиғасы бәрі ертегі шығармалардан алынған. Және де сол шығармалардың түпнұсқасы балалар мультфильмінен көрі хоррор трагедия киноларға көбірек келетін болған. Ал Disney оны көп өзгеріске ұшыратып, қазіргі біз білетін туындыларға айландырды. Бүгін біз сіздерге Disney ханшайымдарының шынайы тарихы деген видеоның екінші бөлімін ұсынамыз. Бұның бірінші бөлімі бар. Бір жыл бұрын бізде тек 8000 жазылушы болған кезде бірінші бөлімін шығарған екенмін. Және мен сол видеоға 100 лайк толса, екінші бөлімін шығарамын деп айтыппын. Одан енді біраз өтіп кетті енді. Және лайктың да саны сәл шамалы асып кеткен екен. Бар болғаны 12973 қана лайк асып кетіпті. Жарайды, не болса да мен екінші бөлімін шығарып жатырмын. Ал сіздер не істеу керек екенін білесіздер. Тегін лайкты аямай басып, ардаға тіркеліп, және өз ой пікіріңізді комментарийға тастап кетіңіз. Ал енді біз видеоны бастаймыз. Disney компаниясы өзінің көптеген туындыларын 1812 жылғы Grimm's Complete Fairy Tales деген Грэмми ағайындыларының жазған кітабынан алған. Жалпы бұл кітапта 210 бір түрлі ерекше ертегілер бар. Сол ертегілердің қатарында ұйқыдағы ару, ақшақар мен жеті ергежейлі, күлше қыз, үш торай, Рапунцель сынды көптеген ертегілер бар. Естігендеріңіздей, Disney ханшайымдарының көбісінің оқиғасы 1812 жылы жазылған ағайынды Грэммилердің кітабынан алынған. Ал енді біз сіздерге осы кітапта жазылған оригинал ертегілерді айтайық. Бірінші, күлше қыз. Біз білетін Disney нұсқасында бір күлше қыз деген қыз болады. Оның өгей анасы мен екі өгей әпкесі болады. Олар оған күн көрсетпейді. Осылай күлше қыз зәбір көріп күндер өтіп жатқанда, сол елдің ханзадасы өзіне жар іздеп бал кешін ұйымдастырады. Оған күллі елдің аруларын шақырады. Әрине күлше қызды өгей анасы қамап кешке барғызбай тастайды. Одан аяқ астынан бір сиқырлы кемпір пайда болып, оған көйлек, прическа, аяқ киім, мейкап жасап береді. Осылай күлше қыз сол бал кешіне барады. Ханзада екеуі бір-бірін ұнатады. Бірақ әлгі киім заттары тек 12-ге дейін ғана сиқырлы болғандықтан, уақыты келгенде күлше қыз қаша жөнеледі. Сүйретіліп аяғындағы бір сыңар аяқ киімді түсіріп алады. Сиқыр бүкіл дүниеге әсер етсе де, жалғыз күлше қыздың аяқ киіміне әсер етпей қалады. Жалпы бұл оқиғаны білесіздер. Мен енді ағайынды Грэммилердің оқиғасын айтып берейін, яғни айтқанда түп нұсқасын. Бұл нұсқада оқиға желісі көп өзгеріске ұшырамайды. Дәл Disneyдегідей. Бірақ ертегіде біртүрлі нәрселер тым көп. Мысалы, ертегіде күлше қыздың аяқ киімі кристалды аяқ киім емес, тиын аяқ киім болады. Тиынның терісінен тігілген емес, тиын. Тура тиынды киіп алады. Және Грэммилердің ертегісінде әлгі екі өгей әпкесі аяқтарына әлгі бір сыңар аяқ киімнің тарымайтынын біліп, алдын ала өз аяқтарының бармақтарымен өкше бөлігін кесіп тастайды. Десе де аяқ киім олардың аяғына тарыса да, ханзада күлше қыздың бет-әлпетінен танығандықтан күлше қызды өзінің жар етіп алады. Бұл ертегідегі ханзаданың көру қабілеті Disneyдегі ханзададан неғұрлым жақсы. Және күлше қыз өзінің өгей анасы мен өгей әпкелерінің ұзатылу тойына шақырады. Және анасы мен әпкелері тойға келеді. Атасын басын іздеп жүрма. Және олар дәл ат арбадан түсіп келе жатқанда, оларға құстар шабуыл жасап, көздерін шұқып жеп кетеді. Көздерін жеп қояды. Бұл ертегіде өзгеше жерлері осы ғана, ал қалған тұстары Disney нұсқасымен бірдей десе де болады. Екінші, ақшақар. Бұл ертегіде көп бөлігі Disney нұсқасымен сәйкес. Ал енді біз түп нұсқадағы өзгешіліктерді айтайық. Мысалы, Disney нұсқасында жалмауыз ақшақардың жүрегін алып келуді бұйырады. Ал түп нұсқасында өкпесі мен бауырын алып келуді бұйырыпты. Оның себебі жалмауыз оның өкпесі мен бауырын жегісі келген екен. Жалмауыз каннибал болған ба, мүмкін құдаларына құйрық бауыр пісіріп бергісі келген ба, түсінбедім.
Және бұл ертегідегі ең сұмдық тұсын айтатын болсақ, Дисней нұсқасында Ханзада 31 жаста, ал Ақшақар 14 жаста болады. Бұл ресми мәлімет. Мультфильмде Ханзада мен Ақшақардың жас айырмашылығы 17 жас болады. Сіз бұны сұмдық деп отсаңыз, түп нұсқасында, яғни айтқанда, Греммилер ағайындылардың кітабында Ақшақардың жасы 7 жаста болады. Яғни 31 жасар еркек пен 7 жасар кішкентай сәби үйленеді. Және екеуінің сүйісетін патата болатын жерлері тағы бар. Енді бұл кітап енді 19 ғасырда жазылған. Мүмкін 19 ғасырда қыздар 7-8 жасында бой жетіп кеткен шығар деп логикаға сыйдырайық десек сыймайды ғой. Және де Ақшақар мен Ханзаданың үйлену тойына елдегі барлық адамдарды шақырады, және сол тойға әлгі жалмауыз да келеді. Сол кезде Ақшақар әлгі жалмауыздың аяғына жаңа ғана оттан шыққан темір аяқ киімді кигізеді. Содан Мыстанның аяғы күйіп өртеніп жүгіре бастайды, ал халық болса оны билеп жүр деп ойлайды. Ал Ханзада мен Ақшақар Мыстанның күйіп өртеніп өлгей жатқанына қарап күліп көңілдерін көтереді екен. Бұл ертегідегі Ақшақар біз көріп жүрген, біз білетін Ақшақар секілді өте ақ көңіл емес, өте пәк емес, және де бұл жердегі Ақшақар тым жас. Достар, түйеқұс неге жерге басын тығатынын білесіздер ма? Жалпы түйеқұс мүлде қорыққаннан емес, немесе қорғану үшін емес, мүлде бөлек мақсатта басын жерге тигізеді екен. Бұл фактының бүгінгі видеоға мүлде қатысы жоқ, бірақ мен бұл мәліметтерді қайдан білді десеңіз, жануарлар әлемі YouTube арнасынан білдім. Бұл арна арқылы сіз жануарлардың қызықты ерекше әлеміне сапар шеге аласыз. Сапалы контент, қызықты керекті деректер. Бұл арнадағы видеоларды көріп алып, достарының арасында көп оқыған білімді адам құсап әңгіме айтуға болады. Сондықтан да төмендегі сілтеме арқылы тіркеліп видеоларын қарап кетуді ұмытпаймыз. Өте сапалы контент, керекті деректер. Рапунцель. Дисней фильмін көрген шығарсыздар, біз кітап желісін айтайық. Ертегі дәл фильмдегі желімен басталады. Бір Ханзада бір мұнараны табады. Және сол мұнарада Рапунцель деген шашы алтын түстес, сиқырлы ұзын шашқа ие бір қыз тұрады. Және Рапунцель өзінің ұзын шашын төменге түсіреді. Ал Ханзада оның шашын дәл арқан секілді керектеніп мұнараға шығады. Рапунцель мен Ханзада бір-бірін көріп ұнатады. Және дәл сол күні Ханзада сол мұнараға түнеп екеуі патата болады. Және Ханзада үнемі осылай келетін болады. Ал бұны Рапунцельдің өгей анасы Мыстан біліп қояды. Бір күні Мыстан Рапунцельдің шашын кесіп, Рапунцельдің өзін шөл даладағы бір ауылға үйге жасырып кетеді. Өзі мұнараға шығып алады. Бұл оқиғалардан бейхабар Ханзада әдеттегідей мұнараға келеді. Сол кезде Мыстан қиып алған Рапунцельдің шашын төменге түсіреді. Ал Ханзада шаш арқылы жоғарға шыға бастайды. Ханзада мұнараның терезесіне келгенде, оның алдында күле қараған ұсқынсыз Мыстан тұрады екен. Және сол кезде Мыстан оны мұнарадан итеріп құлатып жібереді. Ал Ханзада ағаш бұтақтарына құлап көз жанарынан айырылады. Бірақ Ханзада берілместен Рапунцельді жылдар бойы іздейді. Ақыры ол шөлдегі бір ауылдан Рапунцельді табады. Ал Рапунцель Ханзададан жүкті болып әлде қашан 2 егіз баланы дүниеге әкеп қойыпты. Ханзада оған өзінің соқыр болып қалғанын айтады. Сол кезде Рапунцель қатты қайғыра жылайды. Және сол көз жасы Ханзадаға ем болып Ханзада көріп кетеді. Сөйтіп бәрі бақытты болып аяқталады. Осылайша достар, бүгінгі біздің ертегілер аяқталды. Мен бұл ертегілерді сіздерге мәдениетті тілмен жеткізуге тырыстым. Өйткені мұның арасында қуған нәрселер көп болды. Шын айту керек, бұл ертегілер үлкен адамдарға арналған, жасына жеткен адамдарға арналған ертегі екен. Ал Дисней оны балалардың мультфильміне айландырған. Бір түрлі. Енді мен белсенді болуға тырысамын, өйткені біз 100 мыңға таяп қалдық. 100 мыңға таяп қалдық. Сондықтан мен енді белсенді болуға тырысам, видео істей алсам да, істей алмасам да істеймін.